Байығымыз келсе, мына жұмыстарды жасамау керек. Өзім де осылардың біразын жасап көрдім. Тек қана денсаулығыңды кетіресің. Қиналасың, ары кетсе күніне 30 мың теңге. Оның артық физически үлгермейміз. Күніне 30 мың теңгеден артық тапқан күзетшіні көрдіңіз бе? Такси кім? Қазекен. Көрдіңіз бе сіз? Грузчиктің жағдай реттеген. Грузчиктің санасы деген бар. Осы санадан құтылу керек. Ол сана өсірмейді. 2 сағат ноутбуктың алдында отырғанша 2 КАМАЗ түсіріп тастаған қаншама жастар үшін тиімді оқиды. Бір досым бар, 2000 метр жердің астына түсіп кетіп, шахтада жұмыс жасайды. Ол риск емес те. Менің қасыма келіп жұмыс жасау олар үшін риск. Стресспен ұйықтап жатсаңыз қалып жағдай. Стресспен келе жатсаңыз қалып жағдай. Стресспен біреумен сөйлесіп тұрсаңыз қалып жағдай. Стресстің ләззатын алатын кезі бар. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар, батырлар. Байығымыз келсе, жағдайды жасағымыз келсе, мына жұмыстарды жасамау керекпіз. Қазір рет-ретімен түсіндіріп берем, қандай жұмыстарды жасамау керек екенбіз. Өзім де осылардың біразын жасап көрдім. Шынымен де, тек қана денсаулығыңды кетіресің. Ең бірінші құрылыс. Құрылыс ары кетсе күніне 30 мың теңге. Максимум. Егер істесек, евроремонт, сыртқы жұмыстар, қандай да бір монтаж. Шынымен де қиналасың, ары кетсе күніне 30 мың теңге. Одан артық төлемейді. Одан артық физически үлгермейміз. И сындырып тастайсың. Өз-өзіңді кәдімгідей сындырып тастайсың. Күні-түні выживанияның үстіне түсіп кетесің. Өзім істеп көрдім. Салмағым 60 килограмм кезде істеп көрдім. Ең қиыны, қанша қиналсаң да көп нәтиже бермейді. Алатын сол бір проценттер. Неғұрлым көп жасайсың, соғұрлым чуть-чуть қана. Сосын ең басты бұл жерде баспен жасау. Егер сіз құрылыс жасасаңыз, құрылыс материалы танысаңыз, құрылыс системасын ұқсаңыз, осының сыртына шығыңыз. Сыртына шығып беруші болып тұр. Қараңызшы өзің, дизайнерге 5 миллион берсе, ол бізге 5 миллион беруге дайын болмайды хозяйка. Бізге бергеннің өзінде желкеңнен шығарып тұрып береді. Екінші, охрана, яғни күзетші. Күніне 30 мың теңгеден артық тапқан күзетшіні көрдіңіз бе? Таппайды оны. Бірақ күзетші болып тұрған кезде өзгенің ресторанның, клубының тағы бірден кесін күзеткен адам бір хозяин сияқты тұрады да. Шынымен де беріліп тұрып, кіргізбей, принцип кетіп. Шынымен де бұл біздің тілмен западлы жұмыстар десе болады. Өзім осы құрылысшыдан кейін күзетшіге бір жұмыс жасап көрдім. 2-ақ күн. Маған тұрма, отырма, сөйтпе деген болмайды екен. Мен бірден шығып кете алдым. Енді шынымен де қазір не көп, әр қазақ бірінші құрылысшы, одан кейін күзетші. Одан кейін жастарымыз официант. Тағы да сол 30 мыңнан артық жоқ. Қараңыз, енді мына жерде бір нәрсе айтатын нәрсе бар. Сол ресторанның күзетшісі. Ары кетсе 15 мың теңгедей күніне. Официанты тура сондай 15 мың теңге. Артық ешкім бермейді. Қазір QR, чайви тастамайды. Кей жерлерде. Қараңыз, сол ресторан бірақ өзге ұлттікі. Өзге ұлттың ресторанына 90 мың теңге тастап кетуге дайынбыз. Ол официанттан кейін шығамызда такси ұстаймыз, рестораннан шығып. Таксиға 700 теңге беруге дайынбыз. Такси кім? Қазекен. Бұл жұмыстардың бәрі 90% өзіміздің Қазекен. Оған беруге дайын емес. Официантқа 500 теңге чайви беруге дайын емес. Бірақ өзгенің хозяйына 90 мың теңге тастап кетуге дайынбыз. Бірақ шығамызда таксиге 700 теңге ұстап тұрамыз, 500 теңге ұстап тұрамыз. Саудаласамыз еще. Солай ма? Именно құны жоқ, төленбейтін жұмыстарда өзіміз жүрміз. Грузчик. Көрдіңіз бе сіз? Грузчиктің бір жағдай реттеген. Грузчиктің санасы деген бар. Осы санадан құтылу керек негізі. Грузчиктің санасы қандай? 2 КАМАЗ түсіресің деп 20 мың теңге обещать етіп, 1-ақ КАМАЗ түсіріп 20 мың теңге берсең, ол мәз болып жүреді. Кешіп, жартысын ғана істеп 20 мың теңге жылып кеткесін деп. Ол сана дамытпайды. Ол сана өсірмейді. Егер осы салаларда болсаңыз, қазір тағы да бір маңызды сала пайда болды. Ниша демей айтпай қойшын, қотырлық деп айтса болады. Курьер. Сол үшін бұл баспен жұмыс жасамайтын істер. Бұл жердегі отырғандардың барлығы десе де болады, 2 сағат ноутбуктың алдында отыра алмайды. Өйткені бас қатып кетеді.
2 сағат ноутбуктың алдында отырғанша 2 КАМАЗ түсіріп тастаған қаншама жастар үшін тиімді болып кеткен қазір. Бірақ деген нәрсе бар. Бұл қазір білесіздер, құн бағаланбайды. Сол үшін құны бағаланатын жұмыстарға ауыстыру керекпіз. Немесе масштабталатын, яғни өсіруге болатын. Миға төлеп береді, күніне 500 мың теңге төлеп береді керек болса. Өйткені мидың құндылығы өсе береді. Керек болса 5 миллион. Мен дегендері бар. Сағатына кәдімгідей сұрайды, 10 миллион сұрап тұр. Төлейсің оған керек болса. Сол үшін мына салалардың ешқайсысы бағаланбайды. Аяқ қолға маза бермейтін жұмыстардың ешқайсына төленбейді. Өкінішке орай, бірақ барлық жерде солай қазекеміз. Баспен істейтін, системамен істейтін, жүйемен істейтін жұмыстарда өзге ұлттар атап жүр. Электронды заманға көшу керек бізде ойлаймын. Өзімде басым істемейді деп ойлайтын, шынымен де оқымаған маған кірмейді. Екі қолға бір күрек деген қаншама досым бар. Бір досым бар, 2000 метр жердің астына түсіп кетіп, шахтада жұмыс жасайды. Ол риск емес те, менің қасыма келіп жұмыс жасау олар үшін риск. Бір досым бар, 200-бен басып таксовать етеді, ол риск емес те, менің қасыма келіп жұмыс жасау олар үшін риск. Сол үшін бизнесті рисковать етуді деп ойламасақ, бизнесті жүйелеу арқылы кіру керекпіз негізі. Сол үшін бизнесті өсіру мүмкіндігі бар. Мысалы, шынымен де ол бір жылда бизнесте өсіп кетпеуі мүмкін. Бірақ ол қайталай бергеннен опыт жинайды да. Қайтпай система құрғаннан опыт жинайды. 90 жылдар байқаныш, бүкіл шемішке сатып отқандар, жібачка сатып отқандардың барлығы ауылда дүркірегендер. Қайдан? Шемішкеден пайда болған жоқ қой. Ол системаны түсінді, сауданың тілін түсінді. Қырғыздарда мысалы келтіретін сол 10 жылдың ішінде бүкіл базарға кіріп алды. Қазақстанның бүкіл базарында қырғыз ағайындар. Неге? О жақта ақша, живой ақша. Нольмен кеп кіреді. Сол үшін елімізде де жаңағы электрон система дайын заказдар шығып жатыр. Тек қана дұрыстап қамтамасыз ету формуласын құру. Бас қатып кетсе, қалып жағдай. Мына нәрсені түсініп алсақ, басымыз қатып ашып кетсе, яғни баста нейрондар жұмыс істеп жатыр. Нейрондар қозғалып жатыр. Сіздің басыңыздағы нейрон ол кез келген адамның басында. Ол Илон Маскта, ракетаға ұшып жатқан, тағы бір нәрсені ойлап тауып жатқан адамдардың барлығының басында сол нейрон. Оны жұмыс істету үшін тек қана қозғалту керек те. Ашып кетсе қалып жағдай. Стресспен ұйықтап жатсаңыз қалып жағдай. Стресспен келе жатсаңыз қалып жағдай. Стресспен біреумен сөйлесіп тұрсаңыз қалып жағдай. Стресстің ләззатын алатын кезі бар. Ол кезде әр мәселені өзіңіз шешіп, өзіңіз орындап алған сайын. Мына сияқты бас қатырмайтын жұмыстардан қашу керек. Бас қататын, басыңыз ашып кететін жұмыстарға кіріп, соның мәселесін шешіп алсақ, ар жағында үлкен шешу мүмкіндіктер бар. Неғұрлым көп мәселе шешесің, соғұрлым үлкен жаққа кіресің. Миымыз қандай стрессті көтере алады, қандай ауқымды проблеманы көтере алады, сондай мүмкіндік ашып бере алады. Түсіндіре алдым ба? Шынымен де егер осы жұмыстардың біреуін атқарып жүрсеңіз, төменге міндетті түрде жазыңыз. Бұл жерде мен айтайын деп тұрған жоқпын. Бірден кетпеңіз. Бала-шаға бар, кредит бар, анау бар, мынау бар. Ақырын, системны. Біреуге жасатып көріңіз, бүйтіп көріңіз, сыртына шығып көріңіз, құрақ көріңіз, жүйелеп көріңіз. Одан кейін бар, мост жағу деген бар, жағасыз. Осындай жұмыс жасап жүрген бар қазаққа таратсаңыз. Жетеді қазір. Бұдан да басқа да тыпырлайтын салалар бізде жетеді. Өсетін салаға өту керекпіз. Өсетін сала бұл электронный заман. Нарыққа кіріп қойған электронный системаға кіру керекпіз. Бас қатыратын кез келді. Солай ма? Лайк басыңыз, өз ойыңызды айтыңыз, жан-жаққа таратыңыз. Бөліскен сайын, берген сайын береке артады деген бар. Міндетті түрде шынымен әр қазағым жалғызымды іспен жасап жүрген Мыңбатыр даму орталығында болсаңыз, бұл мәселелердің барлығы аз уақытта шешіледі деген ойдамын. Аман болыңыз, сау болыңыз, тек қана өсіңіз.